Ассалаумағалейкум warahmatullahi wabarakatuh. Қолдарыңызға барайын. Кәмпитім менің, кәмпитім. Қараңыздар қалай қырылысып жеп жатыр кәмпит. Көрнекті түрде көрсетіп жатырмын да. Қазір себем бірден жоқ болады. Себем жоқ болады да. Міне. Мына жаңа сепкен жоқ кетті. Қараңыздар міне. Алады да қашадан ол жатыр. Міне. Қақылаған дауыстар ғана шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Ағайын, сіздерге көрсетіп жатқаным мынау өте күшті қазір. Тауықтарымның жағдайы кәдімгідей дұрысталып қалды ағайын. Мүшкіру деген Аллаға шүкір жоқ. Арасында болады бір-екеуі, ол міндетті түрде қалыпты жағдай. Түніміз кәдімгідей суық. Міне, салып жатырмын. Тауықтардың дауысынан естисіз, көрдіңіздер ме? Қоқылдап жүр. Қоқ. Не болмайды екен. Үстіне шатыр жасататын болды мындай. Ол туралы тағы да бейнеролик түсірем бөлек. Алла қаласа. Міне, мынандай бір шелек. Бұл оларға кәдімгідей азыққа жетеді. Сосын берген кезде андай бүйтіп нетіп қалады, төрт бұрышты тамырланып тұрады. Соны міндетті түрде қолмен бүйтіп уатып беріңіздер, себебі ана комок болып бүйтіп ірі болып тұрса, ондайлар бұлар алып кетеміз деп екенді үлкен далаға алып кетеді. Сонымен қараңыздар қазір. Жоқ болады біразда. Қараңыздар қалай жеп жатыр. Кәдімгі төбелес қой, қырылыс. Көрдіңіздер ме? Ол ненің белгісі? Беріп жатқан арпа бидай өндірілген. Өте керемет құрамы. Керемет деген сөз. Тауықтарым Аллаға шүкір. Осы арпамен өндірілген арпамен бидай жегелі берім де. Жағдайлары жақсы болып. Көңіл күйлері де жақсы. Бүрісу деген жол. Табиғи жол. Ағай. Міне. Табиғи жол. Қараңыздар. Міне. Кәдімгідей. Үстіне шығып алады кәдімгідей. Мен сосын байқағаным, бұл осы имен нақты осыны қораздар қатты жейді. Міне. Жаңа ғана салғам міне. Әлі салып үлгермедім. Қараңыздар қалай тап-таза тастады. Көрдіңіздер ме? Нәтиженің күштілігі. Сосын бұлар жерге түсіп қалады, тапталып қалады деген жоқ екен ағайын. Жердегі әні жеп тастап түп-түп болған. Сонда бұл безотходный ғой, қалдықсыз өнім ғой. Безотходное производство дейді ғой. Тура сондай болып тұр міне. Мына жаққа қараңыздар қалай қылысы жеп жатыр. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Қалай? Міне аяқта қараңыздар міне. Өшірет қой кәдімгі, кезекке тұрып жейтін. Мына жақтығын бітірдім мен. Жул үзіп жерге түскендерді астыда жүреді бөлек тауықтар. Қараңыздар. Біліп аған әні, астыда жүр әні, астыда. Тазалап бәрін, жерге түскендерді. Құдайға шүкір, бәріне жетеді. Ұнтағы жем болсын шығар, жерге шашылса, оның кішкенесін шүкейді да болды, қалған арғара шүкеймі. Себебі, ол топырақ қарыласын еткеледі, амнада ондай жоқ міне. Аллаға шүкір. Міне. Соны сіздерге әдей көрнек түрде көрсетіп, нетіп жатырмын. Қалай міне. Кез келген тауық өсті жейді бұны. Жеу керек енді. Менің тәжірибем бойынша ше. Мынау деген. Мынау деген. Деликатес қой ағайын. Кәмпит. Бекер кәмпит деген жоқ біз бұны. Мен өзім сонда ат қойдым, кәмпит деп болған. Міне. Ішінде А тобының, Б тобының және Е тобының дәрумендері бар. Қанша байқаймын, ең бірінші қораздар жүгіріп келеді ғой жаныма. Өте жақсы жейді қораздар. Әдетте қораздардың өздерінше таңданып, жүріп, таңдап, сөйтіп жүруші еді ғой, наның жанына келеді де бірден лып етіп кірісіп кетеді. Болды. Ана жаққа салып тастаймын. Ана жақтың бәрін бітірді міне. Қазір енді Алла қаласа не салам бұларға.
арпа, өзім ұнтақталған жем жасаймын. Соны салам, бірақ оны салғанда кеше бейнероликте айтып кеттім ғой. Оны салғанда бір шелек сүт салам. Әдетте 1,5, кейде 2 шелек салушы. Күз күн суық 2 шелек салады, 2 салман көземді. Міне осы ағай. Менің сенбілік таңым осындай болып басталды, Аллаға шүкір ағай. Сіздерінде тамаққа тойып, дәрумен жегеннен туатын тауықтардан белгі беріп жатады. Жерге түскенде тауып алады бірден тип болып. Жерге түскенде жеп қояды. Ол жағынан еш уайымдамаңыздар. Тамыр шығып тұрса болды. Тамыр кішкене шықса болды. Дым қалдырмайды одан ағай. Сол үшін айтатын осы. Беріңіздер осыны. Сол кезде тауықтарыңыз ауырмайды. Сау болады. Тауықтарыңыз ауырмасын жалпы. Жұмыртқа туын тоқтатпасын. Міне, мына екінші партия салған, екінші рет. Онда тіп оқып жатыр. Мына жаққа да екіншісін салған. Онда мен тауысуға жақын қалдым. Қараңыздар қалай. Қораздарын деген кәдімгі көздері атысып кеткен ғой қораздар. Тауықтар шығып қояды. Ана жеуді. Әдетте қораз тауыққа жегізуші еді ғой. Жанына келіп, тоқылдап, қамқор болып, тауыққа жегізуші еді ғой. Бұнда ондай жоқ. Тауықты шығып қояды, жеме деп, мен жеймін деп. Өйткені беріп жатқан тағам өте дәмді, құнарлы, сондықтан бұлар деген кәдімгі мынандай. Қараңыздар, мен ниетпен жеп жатырмын. Сондықтан ағай, әрқашан осылай болсын ағай. Соған шын жүректен тілектеспін. Қазір мен күнара беріп жатырмын, Аллаға шүкір. Күнара беремін. Осындайды. Өйткені қыс жақындап жатыр. Күн салқындады. Түнде кәдімгі күн салқын, бірақ мына түнде темірлердің үстіне қонып, ағаштардың үстіне қонып, сыртта қалып жатыр. Сонда да жағдайлар жақсы, себебі тамақтары мықты. Ағай, тамақтары күшті. Тамақтары күшті болу керек әрқашан ағай. Тамақтары мықты болу керек. Тамақтары күшті болу керек. Сол кезде бәрі жақсы болады деген үміттемін. Тек қана жақсылық болсын ағайын. Береке болсын, қуаныш болсын, жақсы күнде жүздесейік. Жақсы күнде ағайын байланысқа шығып отырайық. Іске сәт барып